Бәріңізге сәлем. Бүгінгі видеода тұмаудан қалай тез арылуға және қарапайым қандай ем қолдануға болады, иммунитетті қалай көтереміз, осы туралы ақпараттар беремін. Ең алдымен маған тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, және де лайк басып кетуіңізді сұраймын. Тұмаудың ондаған себебі болуы мүмкін. Ол жедел респираторлық вирустық инфекциялардан бастап, өткір маусымдық аллергияға, гормондық өзгерістер немесе температураның күрт ауысуына да байланысты болуы ықтимал. Бірақ бұл маңызды емес. Мұрынның бітелуіне немесе одан су аққанына қарамастан қиындықтан құтылудың қарапайым тәсілдері бар. Олардың кейбіреулері тек уақытша жеңілдік әкелсе, алайда басқалары тұмаудан жылдам түпкілікті арылуға көмектеседі. Тұмау күтпеген жерден пайда болады және бірнеше сағаттың ішінде сіздің денеңізді толығымен басып алады. Сондықтан кез келген уақытта иммунитеттің жоғары болуы маңызды. Әсіресе күзгі және қысқы мезгілде иммунитетіңіз жоғары болса, кез келген ауруға төтеп бере аласыз. Ең алдымен күнделікті 2 литр жылы суды ішу қажет. Әсіресе тұмаумен ауырған сәттен бастап, жылы көрпеге оранып, ешқандай уайым қайғысыз тынығу қажет. Суды жиі-жиі ішу денедегі суық пен вирусты шығарып тастауға көмектеседі. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол іздеңіз. Ең алдымен 2 литр суды ішу міндетті. Сонымен қатар аскорбин қышқылы мен мультивитаминдерді қабылдау керек. Айта кететін жайы, С дәруменіне толы жемістер лимон, киви, мандарин, апельсин, грейпфрут екен. Сонымен қатар күнбағыс майы қосылған пайдалы 40 қабат салатын да жасап жеңіз. Құрамында көптеген дәрумендер мен минералдарға толы. Лимон мен бал қосылған шырын да өте жақсы көмектеседі. Күнделікті уақытта лимонды ұсақтап турап, үстінен керегінше бал қосып, 3-4 сағатқа лимонның суы шыққанша бетін жауып қойып қою керек. 3-4 сағат өткеннен соң шырынды аздап су қосып, күніне 2-3 рет қабылдасаңыз болады. Бұл сусын иммунитетіңізді жақсы көтереді, ағзаны дәрумендерге толтырады. Егер сізде балға деген аллергияңыз болса, оның орнына қант қолдансаңыз болады. Қант лимонның суында ерігенше 3-4 сағатқа қалдырып, одан соң қолдана беруге болады. Сондай-ақ күзгі жаңа піскен көкөністер мен жемістер күнделікті қолдану вирустық ауруларға қарсы тұрады. Сонымен қатар, дәрі-дәрмектердің шығынын салыстырғанда отбасылық бюджетіңізді де едәуір жеңілдетесіз. Қосымша шара ретінде мұрынды тұзды суды ащы емес ерітінді түрінде сумен мұрынды шаю немесе фурацилин сода мен тұз қосылған сумен түймедақ, яғни ромашканың ерітіндісімен мұрынды ауыз қуыстарын шаю арқылы вирустың алдын алу кезінде және ауырып жатқан уақытта өте жақсы көмектеседі. Мұрынды тұзды сумен шаю тыныс алуды жеңілдетеді, мұрындағы артық ылғалды алып тастайды, ісінуді жояды. Тұзды сумен ауыз қуысын шаю арқылы қызыл иекті қабынуларын жойып, тістің эмалін сақтайды. Сонымен қатар түймедақ өсімдігі құрамындағы флавоноидтар бактерияларды жойып, аурудың асқынуын қайтарады. Түймедақты демдеп, жылы күйінде ішу өте пайдалы. Суықты қайтарады, аллергия туындатпайды. Сондай-ақ инфекцияға төзімділікті арттыратын итмұрын, яғни шиповник. Мұны қайнату немесе қайнап тұрған суды құю арқылы дайындаймыз. Бұны бірнеше уақытқа тұндырып қойып, жылы күйінде қабылдаған өте пайдалы. Итмұрынның құрамында С дәрумені өте көп. Күнделікті сусын ретінде балаларға да ішкізуге өте пайдалы. Тұмауды жеңудің тағы да бір тәсілі сарымсақты күнделікті тағамға қосып, жеу немесе балға араластырып, сусын ретінде қабылдаған өте пайдалы. Әсіресе вирус кезінде қақырықты жібітіп шығаруға көмектеседі, иммунитетті көтереді. Сарымсақтың құрамында селен, германий, магний және тағы басқа микроэлементтер және амин қышқылы бар. А, В және С дәрумендер, калий, кальций, фосфор дәрумендерге өте бай. Тұмауға қарсы ем ретінде мұрынға жылы компресс жасау арқылы емдесеңіз болады. Күніне 3-4 рет 2-3 минут ыстық суға малынған дымқыл майлықты мұрныңызға қойып, бірақ майлы қатты күйдіріп жіберетіндей ыстық болмауы керек. Тұмауды жылдам жеңгіңіз келсе, ыстық душ қабылдаңыз. Ингаляция немесе ыстық шай сияқты душта мұрыннан аққан суды жақсы тоқтатады. Мұрынның бітелу сезімі жойылады.
Вирустық инфекцияларға қарсы тұрғыңыз келсе, күнделікті жаттығулар жасап, денеңізді шынықтырыңыз. Ауру астан келеді, яғни күнделікті тағамыңыз дәрумендерге толы болса, сіздің вирустарға қарсы тұратын қауқарыңыз жеткілікті болады. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Ауырмаңыздар, ем болсын.